Остеопороз көп жағдайда байқалмай жүре беретін, бірақ ауыр асқынуға әкелетін өте күрделі ауру. Бұл кезде адам ағзасындағы сүйек тіні жұқарып, беріктігі төмендейді. Соның салдарынан сүйек сынықтары жиілейді. Остеопороз қалай пайда болады? Сүйек тіні тірі құрылым. Ол үнемі жаңарып отырады. Алайда белгілі бір жастан кейін, әсіресе 40 жастан асқанда, сүйек тінінің бұзылу жылдамдығы оның қалпына келу жылдамдығынан асып түседі. Соның нәтижесінде сүйек жұқара бастайды. Әйелдерде остеопороз көбіне менопауза кезінде, эстроген деңгейінің төмендеуіне байланысты басталады. Ал ер адамдарда бұл процесс баяу жүрсе де, қартайған шақта қауіп бірдей болады. Қауіп факторлары: кальций мен дәруменнің жетіспеуі, генетикалық бейімділік, темекі мен ішімдік, қимылсыз өмір салты, ұзақ уақыт бойы гормоналды немесе кортикостероидті дәрі қолдану, эндокринді аурулар, қалқанша безінің гиперфункциясы. Белгілері қандай? Бел мен арқа ауруы, бойдың кішірейіп кетуі, қимылдағанда сүйектердің тез сынуы, қалпақтай құлағанның өзінде сүйек сынып кетуі. Қалай анықталады? Диагноз қою үшін денситометрия деп аталатын арнайы сүйек тығыздығын өлшейтін зерттеу жасалады. Сонымен қатар қан анализдері мен рентгенде қолданылуы мүмкін. Қалай емделеді? 1. Кальций мен дәруменін қабылдау, дәрігер нұсқауымен. 2. Бифосфонаттар сүйек бұзылуын тоқтататын дәрілер. 3. Физикалық жаттығу, салмақ түсіретін жеңіл жаттығулар. 4. Құлау қаупінен сақтану, үйдегі қауіпсіздік, таяқ қолдану, көрмеу үшін көзілдірік тағу. 5. Гормоналды терапия, тек дәрігер бақылауымен. Қорытынды: остеопороз бірден байқалмайтын, бірақ өмір сапасын күрт төмендететін қауіпті жағдай. Уақытында анықтап, ем шараларды дұрыс қолданса, сүйектердің мықтылығын ұзақ жылдарға сақтауға болады. Қимылда болыңыз, дұрыс тамақтаныңыз және сүйектеріңізге қамқорлық жасаңыз.